Сәлеметсіздер ме білім алушылар? 5-ші сынып, 4-ші тақырып, санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері, өрнектерді ықшамдау. Бірінші мысалды қарастырамыз. Бірінші мысал 44 көбейту x қосу 16 көбейту x. Бұл жерде ортақ көбейткішті жақшаға шығарамыз, яғни ортақ көбейткіш екеуіне де көбейтіліп тұрған x. X-ті жақшаның сыртына шығарамыз, көбейту. X жақшаның сыртына шықты, жақшаның ішінде қалды 44 қосу 16. 44-ке 16 қосамын. 60 көбейту x. Екінші мысал, жақшаларды ашуымыз керек. 8y қосу 3y қосу 6 қосу y қосу 1. Тең болады. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 8y, 3y, y. 8y қосу 3y қосу y. 6-ға 1-ді қосамын. 7. Тең болады. Үшеуіне де ортақ көбейткіш y. 8 қосу 3 қосу 1 көбейту y. Қосу 7. Тең болады. 8-ге 3 қосам 11. Оған 1 қоссам 12y қосу 7. Алдыңғы сабақтарда, алда өтілетін есептер шығару барысында біз көбейтуді жазбаймыз. Яғни 12y ол 12 көбейту y деген сөз екенін түсінеміз. Өрнектерді ықшамдадық. Біріншісінде ортақ көбейткішті жақшаның сыртынан шығару арқылы, екіншісінде жақшаларды ашып, содан кейін барып ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығардық. Бұл жерде ортақ көбейткіш y, содан кейін бұл өрнекте ықшамдалды. Тиімді тәсілмен есептеу. Санды өрнектерді тиімді тәсілмен есептейік. Ол үшін бізге мысалы 25-ті 729-ға көбейтіп отыратын болсақ, бізге кішкене қиындық тудырады. Бұл жерде ауызша есептеуге болады. Ол үшін алдыңғы сабақтан өткен 4-ті 25-ке көбейтсек, сосын оны 789-ға көбейтеміз. 4-ті 25-ке көбейтсек 100 болады. 100-ді 789-ға көбейтемін. 789-ды жазамын. 2 нөлін тіркеймін. 78900. Екіншісінде 67. Яғни ортақ көбейткішті жақшаның сыртынан шығарамын. Ортақ көбейткіш 67. 128 азайту 28. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығардым деген сөз 128 көбейту 67-ні 67-ге бөлеміз. 128 қалады. 28 көбейту 67-ні 67-ге бөлеміз. 28-дің өзі қалады. 128-ден 28 алсам 100. Сонда 67-ні 100-ге көбейтсем 6700. Келесі жақшаны ашамын. Жақшаны ашқан кезде жақшаның сыртында тұрған көбейткішті жақшаның ішіндегі қосылғыштардың әрқайсысына көбейтемін. 500-ді көбейтемін 4-ке, қосамын. 25-ті көбейтемін 4-ке. 500-ді 4-ке көбейтсем 2000, оған қосамын 100. 2100. Өрнектерді ықшамдау. Өрнектерді ықшамдаған кезде тағы да тиімді тәсілмен есептейміз. Ол үшін 5 пен 4-ті көбейтіп аламын. 5 көбейту 4 көбейту 7 көбейту а. 5 4-тім 20. 20-ны 7-ге көбейтсем 140 а. Келесі 13-ға 7-қа қосамын. Яғни ортақ көбейткіш к. К-ны жақшаның сыртына шығарамын. 13 қосу 7 тең болады 20к. Яғни 20 көбейту к деген сөз. 15б'дан 7б'ны азайтып, оны 3-ке көбейтуіміз керек. 15б'дан 7б'ны азайтсам 8б, оны 3-ке көбейтемін. 8-ді 3-ке көбейтіп аламын. Содан кейін оны б'ға көбейтеміз. 24б. 13с 5с, 14с 5с. 14с-ға 5с-ны қосамын. 18-ге 10 қосамын. 28 тең болады. 14с мен 5с-ны қоссам 19с қосу 28. Өрнектер ықшамдалды. 61-ші есеп. Өрнектің мәнін табу керек. 10 000 азайту б. Бұның мәні берілген.
10 мыңнан азайтамын 8276-ға. Бағандап азайтып көрсетемін. 10 мыңнан 8276-ны азайтамын. Бірден беремін. 10, 10-нан 6 аламын 4, мында 9 қалды. 9-дан 7 алсам 2, 9-дан 2 алсам 7, мында 9, 1724 шығады. Келесі 5566-ны с-ға бөлемін. С менде 506-ға тең. 5566 бөлу 506. 5566-ны бөлемін 506-ға, бірден беремін. 6 түсіремін, тағы да бірден беремін. Яғни 11 шығады. Келесі 62-ші есеп. Өрнектің мәнін табу керек. Бұл жерде ең бірінші 38-ді 201-ге көбейтіп аламыз. 4242-ні 21-ге бөлеміз. 201-ді 38-ге көбейтемін. 8 0 16 3 0 6 7638. 7638. Енді 4242-ні бөлемін 21-ге. 2-ден беремін 42, 4-ті түсіремін жетпейді, 0-ден беремін 202. 7638-ге 202-ні қосамын 0, 4, 8. 7840. 7840-тан азайтамын 7829-ды. 11 шығады. 62-ші есептің үшіншісі. 40084-ті бөлемін 911-ге. 4008-ден қайрамын, 4-тен беремін 4, 4, 36, 4, 6, 3. 4 түседі, тағы да 4-тен беремін. 44 көбейту 405. Азайту 8820. 405-ті 44-ге көбейтемін. 0x-ін жазамын. 16, 0x ойда 0x-ін жазамын 16. 17820-дан азайтамын 8820. 8820-ны азайтамын 0009. 9000 шығады. 63-ші есеп ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару. Бірінші есепте ортақ көбейткіш ол 6. 6-ның жақшаның сыртына шығарамыз. 19 қосу 14. Тең болады 6 көбейту 33. 6-ны 33-ге көбейтсем 8 бір ойда 18, 19. 198 шығады. Екінші есепте ортақ көбейткіш 8 көбейтемін. 13 қосу 9. Тең болады 8 көбейту 22. 22-ні 8-ге көбейтемін. 6 бір ойда 16, 17. 176. Бесінші есепте ортақ көбейткіш 6. Бесінші есептегі ортақ көбейткіш 6. 6-ның жақшаның сыртына шығарамын. 32 азайту 23. Тең болады 6 көбейту 9. 6 9-ым 54. Жетінші есепте ортақ көбейткіш 7. 7-ні жақшаның сыртына шығарамын. 27 азайту 19. 7 көбейту 27-ден 19 аламын. 8. 7 8-ім 56.